Сұрақ қоямыз бір-бірімізге. Аяқтап қалдық, болды ма? Тездетеміз, ауысамыз. Керемет. Жауап беретін әріптес, дос деген әдіс тәсілді қолданып жатырмыз. Бүгін енді ашқан кезде бұрқасындардың комплименттердің бұрқасын ашқан кезде мен бір нәрсені байқадым. Осы жерде тұрғандардың 95%-ын, әрине 100%-ын күлдіңіздер. Мен байқағаным. Тек күлмеді, күнге жетпей қалды. То есть сосын бергеннен кейін күлді. Неге? Өйткені күлу менің ойымша енді ол жерде жақсы сөз шығар деп ойлаймын. Ешкімнің көңілге түскен емес. Сондықтан оқиым дегендер бар ма екен? Оқиым деген кім оқысы келеді? Бар ма оқысы келеді? Оқи қойыңыз. Сен өте әдемісің, жарайсың, өте ақылдысың. Жылайсың? Жарайсың. Тыңдаймыз ғой, біреудің жазғаны ғой енді бұл. Тыңдасаңшы. Рахмет. Қайтадан оқып жүріңіз, мен сіз жаңа бөліп тастадым сөзіңізді. Сен өте әдемісің, жарайсың, өте ақылдысың. Сен спортқа қатысуың өте жақсы. Керемет. Рахмет. Бар ма оқитын адам? Оқи ғой. Сен өте әдемісің, сен ақылдысың. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Сенің көздерің әдемі. Керемет. Бар ма тағы оқысы келетін адам? Бар ма? Айта ғой, жаңа біл. Не дейді? Құрмет, қолдауыңызға ризамын, көмегіңізге дейді. Рахмет, кім жазған? Жаңа айттым, сөйлем толық болсын. Айсұлу? Сізге үлгі болып келемін дейді. Бұл жерде көрдіңіз бе? Бұны Айсұлу жазған жоқ, басқа біреу жазды. Бірақ бұны Айсұлу жазған сияқты болып тұр. Көріп тұрсыздар ма? Бірақ оны Айсұлу жазған жоқ қой. Оқи ғой. Мен сіздің мейіріміңізді қалаймын. Жақсы, міне көрдіңіздер ме, балалар? Мына жерде оқығандардың 90%-ы, оқыған деп қолдарыңыз қалған кезде бәріңіз күлдіңіздер. Міне осындай жақсы сөздер айтуымыз керек бір-бірімізге, жақсы сөздер. Сіз қандай сөзді қалайсыз, сол сөзді біреуге лақтырасыз. Сол арқылы бәріміз жақсы сөз айттық. Жақсы сөз жарым ырыс. Жақсы.